Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті тыңдарман мұсылман қауым. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы құлшылыққа берік болу, жүрек дертінен дауасы жайлы болмақ. Жалпы білесіздер, әрбір нәрсенің басқаратын бір орталығы болады. Дәл сол сияқты адамзаттың сана сезім басқаратын бір орталығы бұл дегеніміз жүрек болып саналады. Адам үшін жүректің орны ерекше болып саналады. Мысалы, жүрегімізге жақсылық, имандылық ұялайтын болса, онда біздің мінез құлқымызда жақсы көріністер табады. Егер де жүрегімізге Алла сақтасын көпірлік болсын, қатыгездік болсын орын алатын болса, онда адам бойынан да жүрегінен де имансыздық, басқа да бір теріс қылықтар пайда болады. Жүрек былай айтқан кезде бұл жақсылық пен жамандықтың бұлағы десек болады. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде жүрек туралы 132 жерде айтылған. Осыдан байқаймыз жүректің адам үшін қандай маңыздылық екенін. Енді білесіздер, жүрекке адам шалдығатын болса, жүрек ауруына шалдығатын болса, жүрек дертіне шалдығатын болса, онда адам баласын айтқан өтірік, аманатқа берік болмайды, біреуді ғайбаттайды, біреуді жамандайды, неше түрлі бір жаман теріс әрекеттерге барады. Сондықтан адам баласы өзінің жүрегін әрқашанда таза ұстауға тырысу керек. Мысалы, адамдар айтады, бір ғалым айтқан екен, жүректің қатайуына көптеген себептер бар дейді. Оны қысқаша айтатын болсақ, бірінші себебі күнәні көбейту, оны тұрақты жасап тұру. Мысалы, адам баласы күнәні әрқашан тұрақты жасап тұратын болса, бұл да жүректің қатайуына себепкер болып. Бір адам байқамауы мүмкін, бір кішкене күнә жасауы мүмкін, ол күнәсі жинала адамның жүрегінде бір үлкен бір дақ қалдыруы мүмкін, Алла сақтасын. Сондықтан адам баласы бір кішкенде бір байқаусызда күнә жасап қойды ма, артынан бір жақсы ізгі амал жасауға тырысу керек. Және де сол үшін де Алла Тағаладан тәубе етіп, ендігі онда күнә жасамайтын, қайталамайтындай тәубе еткені ең абзал болып саналады. Екіншісі, парыз амалдарды Алла Тағала бұйырғандай орындау. Мысалы, білесіздер, бізде дінімізде 5 парызы бар. Біріншісі ла илляха иллалла Мұхаммад расулулла, жатқа білу, Алладан басқа құдай жоқ екендігін, Мұхаммед пайғамбарымыз бұл біздің соңғы пайғамбар екендігін куәлік ету. Екінші мәселесі 5 уақыт намаз оқу. Адам баласы әрқашан 5 уақыт намазда тұру. Үшіншісі қасиетті Рамазан айында ораза ұстау. Төртіншісі жағдай келсе қажылыққа бару. Бесіншісі жағдай келсе зекет беру. Мінекей осы 5 парызға өте бір қатты мұқият болған дұрыс болады. Мысалы, кейбір адамдар бар, жағдай келіп тұрса да, мүмкіндігі келіп тұрса да, қажылыққа бармай жүреді, немесе зекетін бермей жүреді. Ол да бір жүрегіндегі бір дақтың барына байланысты болуы мүмкін. Сондықтан да адам баласы намазға тұрған уақытта егер де ерініп тұратын болса, немесе оразасын ұстаған кезде де сондай бір қиыншылықпен бір ұстайтын болса да, адам баласының жүрегінде біраз болсын бір дақтар пайда болған белгісі болуы мүмкін. Сондықтан адам баласы өз-өзін, былай айтқанда жүрегін тазартып, рухани жолмен тазартса дұрыс болады. Оның бір жолы истихфар айту. Мысалы, сізге автоматты түрде аузыңызға қандай сөз түседі? Мысалы, сіз машина көлік жүргізіп келе жатсыз, автокөлік жүргізіп келесіз, бір шұңқырға бірдеме түсіп кеттіңіз. Сізге автоматты түрде аузыңызға қандай сөз түседі? Егер де ла илляха илlallah деген сөз түсетін болса, онда әрине машалла, онда сіздің жүрегіңіз Алланың қалауымен тазарып жатыр. Егер сіздің аузыңызға автоматты түрде бір басқаша бір боғауыз, балағат сөздер шығатын болса, ол уақытта сіз жүрегіңізді тазалағаныңыз дұрыс болады, истихфар арқылы. Мысалы, біреу сізді шошытты, немесе бір оқыс оқиға болды, адам аузына автоматты түрде қандай сөз түседі, адамның жүрегіндегі де соған байланысты болып саналады. Бір ғалым былай деген екен, егер де адам баласы өзінің жүрегін тазарту ниетімен былай жасаса болады деген. Мысалы, автоматты түрде сіз бір нәрседен шошыған кезде, бір нәрсе болған кезде, аузыңызға бір жаман сөздер, балағат сөздер түсетін болса, ол уақытта сіз өзіңізді жүрегіңізді тазарту ниетімен бір мақсат қоясыз. Мен мінекей осылай 1000 рет ла илляха илlallah деген сөз тартам деп. Тәсбихпен тартасыз. Ла илляха илlallah, ла илляха илlallah, ла илляха илlallah деп сөйтіп 1000 рет тартасыз. 1000 реттен өзіңіз тексерсеңіз болады. Жүрегіңіз қалай тазарды ма, тазарған жоқ па? Мысалы, біреу сізге тағы дәл сондай бір оқыс оқиға болатын болса, егер автоматты түрде дауысыңыздан, сөзіңізден ла илляха илlallah деген сөз шығатын болса, әрине онда машалла, онда жүрегіңіз Алланың қалауымен тазарып жатыр. Ал егер де жоқ, қайтадан бір балағат сөздер келетін болса, ол уақытта қайтадан әлгі ла илляха илlallah сөзді қайтадан жалғастыруыңыз керек. Яғни қайтадан мақсат қоясыз, 2000 рет тартам. 2000-дан кейін тағы көресіз. Болмаса 5000 рет тартам, болмаса 10 000 рет тартам деп адам баласы қашанға дейін әбден жүрегі
тазарғанша, сөзінен автоматты түрде бірінші оқыс оқиға болған кезде ла иляха илlallah деген сөз шыққанша адам бала солай зікірін тартатын болса, әрине нұрын түсіндіру. Және де Алладан кешірім сұрап, әрқашан астағфирулла деп истиғфарын тартатын болса, нұрын түсіндіру болады. Енді білесіздер, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бір хадисін былай дейді: күнә істегенде жүрекке бір қара тақ пайда болады дейді. Егер тәубе етілсе, ол тақ өшеді. Күнә істеу жалғасатын болса, ол тақ үлкейіп, жүректі толығымен қаптайды деген. Сондықтан да адам баласы бір кішкентайда бір күнә жасай ма, оны дереу тәубемен келтірген дұрыс болады. Тәубе еткен кезде шынайы тәубе жасау керек. Мысалы, ендігәрі ол күнәні қайталамайтындай, шынайы өкініп, Алла тағаладан кешірім сұрайтын болса, иншалла, Алланың қалауымен кешірілуі мүмкін. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тәбір хадисін былай дейді: кішкентай күнәні қайталай берсе, ол кішкентай күнә болмай қалады деген. Мысалы, бір адам ойлауы мүмкін, бір кішкентай жай ғана күнә қойдып, біреуді ғайбаттап қалады, тағы басқа біріне аузынан бір сөз шығып қалуы мүмкін. Сол уақытта адам ойлауы мүмкін, кішкентай күнә бара-бара ол адам әбден үйренгіш болып қалуы мүмкін. Біреуді жамандай беру, немесе аузынан әрбір сөзде, әрбір бір-екі сөзінде боғауыз, балағат сөздер қоса беру, бұл адамға байқалмауы мүмкін. Бірақ та сыртқы көріністе ол өте бір дұрыс көрінбейді. Сол үшін дінімізде де адам баласы бір кішкентай күнә жасады ма, дереу соның орнын бір сауапты іспен толтырған абзал болып саналады. Енді жүректің дертінен айырылу жолдарын айтатын болсақ, бірнеше жолдарына қысқаша тоқтала кетейік. Біріншісі шынайы тәубе ету. Біз жаңа жоғарыда айтқанымыздай, қандай да бір күнә жасайтын болса, кіші болсын, үлкен болсын, күнә жасайтын болса, адам баласы шынайы тәубе ету керек. Сол күнәсін ендігәрі қайталмайды. Мысалы, бір адам баласы, Алла сақтасын, енді пендешіліктің білмесімен бір жаман сусын ішіп қойды. Ертеңді олардың тәубесін етіп, ендігәрі оны қайталамайтын, Аллаға тәубе етіп, шынайы өкініп жасайтын болса, ендігәрі ол арағын ішпейтін болса, ондай бір жаман сусын жоламайтын болса, иншалла Алланың қалауымен кешірілуі мүмкін. Дәл сол сияқты бір адам темекісін тартып жүрді, немесе неше түрлі сөздерін айтып жүрді, кейіннен өкініп сол ісіне, ендігәрі ондай нәрсе қайталамайды, шынайы тәубе етіп, Алла тағаладан кешірім сұрайтын болса, ендігәрі ол күнәсін қайталамаса, Алланың қалауымен кешірілуі мүмкін. Бірақ адам баласы тәубесін тезірек жасағаны абзал болып саналады. Және де құлшылыққа берік болу. Жаңа біз жоғары айтқанымыздай, намазына, оразасына берік болатын болса, Алланың қалауымен осы намаз оқу арқылы, ораза ұстау арқылы Алланың қалауымен күнәлар кешіреді. Және де үшіншісі, салихалы және шыншыл жандармен бірге болу. Осы әрқашанда ортаға да көп нәрсе байланысты. Ортада мысалы жанында жүрген жолдастарыңыз, достарыңыз егер де сізді бір жамандыққа, күнәға итермейтін болса, ол уақытта да ол ортадан алыстаған дұрыс болады. Егер ортаңыздағы әрқашан сізді ақырет еске алдыратын болса, әрқашан бір жақсыға шақыратын болса, ол ортамен де әрине әрқашан бір байланысты болған дұрыс болды. Себебі салихалы жандармен, шыншыл жандармен бірге болсаңыз, бір жиында болсаңыз, сізді әрқашанда күнә жасаудан аулақ етіп, ана дүниеңізді еске алып отырады. Төртіншісі, Құран оқу. Құран оқу арқылы сіз өзіңіздің жүрегіңізді әрі нұрландырасыз, әрі адам басы рухани да нұрланады. Құран оқу арқылы адам басы жүзі де, жүрегі де нұрланады. Зікір, бесіншісі зікір, яғни Алла тағаланы әрқашан еске алу, зікірді көбірек тарту, таң намазынан кейін болсын, әрбір намаздан кейін болсын, шамаңыз келсе, уақытыңыз болса, жай отырғанда да зікірді көбірек тарту, Алла тағаладан кешірім сұрау, истиғфар көп айтуда, бұл да адамның жүрегін тазарта бастайды. Және де алтыншысы, зекет садақа беру, адамдарға жақсылық жасау. Адам баласы шамасы келсе, жағдай келсе зекет беру, жағдай келмесе, мысалы бір жақсылық жасау. Бізде хадисте білесіз, сол әрбір жақсылық бұл садақа деген. Тіпті жақсы сөздің өзі, былай айтқан кезде садақа. Біреуге бір жақсы сөз айтсаңыз, бір адамды сондай бір қуантатын болсан, оның өзі де бір жақсы амалдарын болып саналады екен. Алла тағала баршамызды неше түрлі жүрек аурулардан сақтасын. Алла тағаланың өзіне сүйікті құл, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның шынайы үмбеті болды. Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Амин.